Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Балалар, суретке назар аударайықшы. Бірінші суретте неше доп бар? Екінші суретте ала доп нешінші қатарда орналасқан? Ал енді балалар, осы сұрақтарға жауап болатын сөздерге мән берелік. Ол сөздер қай сөз табына жатады? Сан есім. Олай болса балалар, сан есім туралы бұрынғы алған білімдерімізді еске түсірелік. Сан есім заттың санын, ретін білдіретін сөздер. Қанша, неше, нешінші сұрақтарына жауап береді. Ал енді балалар, сан есім мағынасына қарай 6 топқа бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, топтау сан есім, бөлшектік сан есім, болжамдық сан есім. Бүгінгі сабағымыз есептік және реттік сан есім. Сабағымыздың мақсаты есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Есептік сан есім түбір күйіндегі кез келген сан есім. Сұрақтары неше, қанша? Мысалы 7, 13, 253, 1975. Реттік сан есім заттың реттік қатарын білдіреді. Сұрағы нешінші? Жасалу жолы есептік сан есімдерге ыншы, жұрнақтарын жалғау арқылы жасалады. Мысалы, 2-ші, 153-ші, 10-ші. Ал енді балалар, диалогқа назар аударалық. Аслан, сен неше жастасың? Мен 12 жастамын. Сен нешінші сыныпта оқисың? Мен 6-шы сыныпта оқимын. Сыныбыңда неше оқушы бар? Менің сыныбымда 28 оқушы бар. Сен нешінші қатарда отырасың? Мен 2-ші қатарда отырамын. Сыныбыңда неше озат оқушы бар? Менің сыныбымда 7 озат оқушы бар. Рахмет, өте тамаша. Ал енді балалар, осы диалогтағы есептік және реттік сан есімдерді кестеге түсіреміз. 12 есептік сан есім. 6-шы реттік сан есім. 28 есептік сан есім. 2-ші реттік сан есім. 7 есептік сан есім. Енді балалар, 84-ші беттегі 36-шы жаттығуды, яғни бірінші мәтінді көркем етіп жазып, сан есімдерді тауып, есептік, реттік екенін ажыратамыз. 37-ші жаттығуда мәтінді көшіріп жазып, реттік сан есімдерді сөз құрамына талдаймыз. Балалар, бүгінгі танысқан есептік және реттік сан есім туралы алған білімімізді тексеру мақсатында тесттік тапсырмаларын орындайық. Бірінші сұрақ: заттың санын, ретін білдіретін сөз табын анықта. А. Зат есім, Б. Сын есім, Ә. Сан есім, В. Етістік. Екінші сұрақ: сан есімі бар мақалды тап.
А. Туған жерге туыңды тік. Отансыз адам ормансыз бұлбұл. Б. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Үшінші сұрақ. Реттік сан есімді белгіле. А. 100. 9. Б. 7. Төртінші сұрақ. Реттік сан есімнің жұрнағын тап. А. Ау, еу, аншы, інші, Б. Лар, лер. Бесінші сұрақ. Есептік сан есімді тап. А. 5. 6. Б. 8. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.